Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен балғын ауызда еритін ірімшікті пирог рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге ірімшікті пирог дайындаңыз. Ал енді бірінші тестімізді дайындаймыз. Ең бірінші ыдысқа 100 грамм ерітілген сары май, 70 грамм шекерімізді және де бір жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Оның үстіне 40 грамм қаймағымызды қосып, қаймағымыз толықтай ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Қаймағымыз толықтай ерігеннен кейін, енді үкіштен өткізілген ұнның үстіне бөлек 1 шай қасық қопсытқышты қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді осы ұнымызды екіге бөліп, ыдысымызға жарты бөлікке екіге бөліп салып, жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайтын жұмсақ қамырымыз дайын. Енді осы қамырды салмамызды дайындағанша 30 минутқа салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Ал енді біз салмамызға кірісеміз. Салмамызға 300 грамм творогтың үстіне 150 грамм шекер, 3 жұмыртқа, 200 грамм қаймағымызды және де міндетті түрде 2 ас қасық кукурузный крахмалды қосамыз. Кукурузный крахмал оның бірігуіне әсер етеді. Міндетті түрде соны қосамыз. Содан кейін біркелкі болғанша жақсылап тұрып блендерлеп алатын боламыз. Ыдысымызды 30 минуттан кейін тоңазытқыштан алып, осылай жақсылап тұрып ыдысымызға орналастырып аламыз. Ыдысты майлаудың қажеті жоқ. Жақсылап орналастырып алғаннан кейін шанышқының көмегімен ауа кетпеу үшін осылай тесіп аламыз. Содан кейін салмамызды құятын боламыз. Салмамыз көріп тұрғандарыңыздай қою да емес, сұйық та емес, бір қалыпта. Салмамызды толықтай құйып болғаннан кейін шанышқының көмегімен әсемдеп аламыз. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен шанышқының көмегімен әсемдеп алдым. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут бойы пісіріп алатын боламыз. Пештен шығарғаннан кейін осылай 2-3 сағат толық суығанша күтеміз. Содан кейін өздеріңізге, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді ірімшікті пирог. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпа.